Жол жесін бұзған Маймақ Аю мен және оның достары. Ерте заманда Аю балға тұрмайтын болды. Ол бір күні жол жесін бұзып, бал машинесіне жармасып, басын жарақаттап, көзін көгертіп алыпты. Аю, саған не болған? Көзін көгеріп, басын кәсіп, дұрыстап та жүре алмай жатсың. Жүр, медбике апамызға барайық. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіңдер. Маймақ Аю, өзіңе не болған? Медбике апамыз бәрімізді емдейді. Ауырса адамды аңды да емдейді. Осында отқан медбике апаға айтыңдаршы, қане кімдер келмейді? Маймақ Аю мен және оның достары медбике апайға келеді. Маймағым, не болған өзіңе? Көк көмбек ісінген бас көзіңе. Айтайын шынымды жасырмай сақтап қал апа шыбырындай. Жармасы бал тасын машине үстіне домалап құладым құлығындай. Бір аса тәтті бал үшін, тәртіпті бұзған қарынның қамы үшін. Міне енді еңіреп жылап тұрғаның ұятақ, тәртіп керек біліп ал жан үшін. Медбике апай, инспектор жолдас, енді тәртіпті бұзбаймын. Кешіңіздерші мені.